Сәлеметсіздер ме, құрметті 11 сынып оқушылары? Өзін-өз тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз қоғамдағы бейбітшілік және келісім тақырыбындағы сабағымызды одан әрі жалғастырамыз. Бейбітшілік пен келісім адамзаттың асыл құндылықтарының бірі. Бүгінгі таңда Қазақстанда бейбітшілік пен өзара келісімде 140 этнос пен 40-тан аса конфессия өкілдері өмір сүруде. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, Қазақстан бұл ортақ мекен, ортақ ұлт пен діннің тоғысқан жері. Барлық қазақстандықтарды ұлтаралық және дінаралық келісімдерді сақтауға шақырамын. Жалпы бейбітшілікке, тыныш өмір сүруге ұмтылу қазақ халқының қанына сіңген асыл қасиеттерінің бірі екені тарихтан белгілі. Саусақ бірікпей, ине ілікпейді дегендей, баршамыз бір шаңырақ иесіндей жұдырықша жұмылар болсақ, бейбітшілікті әлемге талай паш етеріміз белгілі. Бүгінгі еліміздің бейбітшілігі біздің ортақ еңбегіміздің нәтижесі. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзімен таныс болыңыздар. Игілік басы ынтымақ, ынтымақты елде күн шуақ. Мәтел. Оқушылар, енді дәйек сөздің мәні мен мағынасын терең түсініп, талдау үшін төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Ынтымақты елде күн шуақ дегенді қалай түсінесіздер? Ынтымағы мықты ел болу үшін не істеу керек? Дәйек сөзден қандай ой түйдіңіздер? Сабағымыздың оқып үйренейік айдарында сіздерді Қазақстан бейбітшілік пен келісім бесігі атты бейнероликпен танысуға шақырамын. Экранға назар аударыңыздар. Түрлі ұлт пен ұлысты ұйыстырып отырған қазақ жері киелі мекен. Бір шаңырақ астында бейбіт күн кешу осының айғағы. Қоғам арасында жалпыға бірдей тең дәрежелі құқықтық деңгей сақталған бұл елдегі ырыстың ыдырмауы, достық бірліктің арқасы. Мұны елде де, елбасы да үнемі айтып жүреді. Мәселен, ол туралы президенттің тәуелсіздік дәуірі атты туындысынан кездестіруге болады. Мұнда елбасы егемен елдің шежіресін, өз іргетасын қалаған мемлекеттің ширек ғасырлық тарихын жазып шыққан болатын. Ұлтаралық бейбітшілік пен келісім біздің ортақ жетістігіміз және көп жағдайда елдегі қоғамдық өмір мен оның жаңа тарихының барысын анықтайтын ұлы құндылық. Азаматтық бейбітшіліктің қазақстандық үлгісінің халықаралық деңгейде мойындалуы да тегін емес. Қазір біздің елімізде 140 ұлт пен 17 конфессия өкілдері бейбіт өмір сүріп жатыр. Бәріміз бірге бір тұтас халықпыз. Біздің әрқайсымыз оның бір бөлшегіміз. Қазақстан әлем елдері арасында жер көлемі бойынша 9-шы орында. Еліміздің аумағында 100-ден астам этнос өкілдері бейбітшілік пен келісімде өмір сүруде. Қазақстанда қызмет етіп жатқан 17 конфессия еліміздің конфессиялық келісімінің моделін бейнелейді. Қазақстан бір тұтас жер, бір тұтас халық, бір тұтас болашақ. Мен барша қазақстандықтарды ұлтаралық және конфессиялық келісімді одан әрі нығайтуға шақырамын. Олар біздің мәңгілік құндылықтарымыз. Нұрсұлтан Назарбаев. Толеранттылық, діни төзімділік, іргелес татулық заманауи қазақ қоғамы ортасынан берік орын алды. Бұл тәуелсіз Қазақстанның басты жетістігі. Енді өздеріңіздің тамашалаған бейнероликтен алған әсерлеріңізді ортаға салып, бөлісу үшін мына сұрақтар бойынша пікірімізді білдірейік, экранға назар аударыңыздар. Бейнежазбадағы бір шаңырақ астында бейбіт күн кешу дегенді қалай түсінесіздер? Бейбітшілікті тұрақты сақтап тұру үшін қандай факторлар қажет деп санайсыздар? Елімізде ұлтаралық бейбітшілік пен келісімге неліктен баса назар аударылады? Нақты мысал келтіріңіздер. Бейбітшілікті адам бірінші өзінен бастауы керек деп ойлайсыз ба? Жауабыңызды дәйектеп айтыңыз.
Сабағымыздың келесі кезеңінде қоғамдағы бейбітшілік және келісім тақырыбы бойынша білімдеріңізді бекіту мақсатында жаңа ақпаратпен таныс болайық. Адам өмірін қалай түзеуге болады? Адам қайткенде тату тұра алады. Бізше, адам өмірін түзеуге, барлық адамдар тату тұруға адал еңбек, ақ жүрек, арлы ақыл болуға керек. Дүниеде бұл үшеуі үстем болмай, адам баласына тыныштық өмір сүруге мүмкіндігі жоқ. Әрине, адам оқып, біліп үйренуі қажет. Білім ғылымсыз өнер табылмайды. Мейірімділік, махаббат, қайырымдылық, адалдық ақ жүректен шығады. Ал арлы, ақылды адам қиянатты, зорлықты, өзімшілдікті, мақтанды білмейді және істемейді. Осы үшеуінің басы қосылса, адам жақсы өмір сүріп, бірімен бірі тату тұруында сөз жоқ. Шәкәрім. Енді оқушылар шығармашылық жұмысқа кезек берейік. Шығармашылық тапсырмалар өздеріңіздің сабақтан алған білім-біліктеріңізді іс жүзіне асыруға арналған. Берілген тапсырмаларды орындай отырып, сіздер тақырып бойынша түсініктеріңізді кеңейтесіздер. Осылайша өз бойларыңыздағы құндылықтар мен адами қасиеттерді көрсете аласыздар. Бірінші тапсырма. Атақты педагог Макаренконың біздің әрбір ісімізде ұжым туралы, ортақ жеңіс туралы, ортақ сәттілік туралы ниет жатуы тиіс деген пікіріне қатысты өз ойларыңызды нақты мысал арқылы білдіріңіздер. Екінші тапсырма. Сөздерді орындарына дұрыс қойсаңыздар, Шәкәрімнің атақты шығармасынан 2 сөйлем оқуға болады. Бұл қандай сөйлемдер? Оқушылар, шынайы көшбасшының қалыптасу жобасы бойынша келесі тапсырмаларды орындаңыздар. Көшбасшы деген кім? Көшбасшы және шынайы көшбасшы ұғымдарының айырмашылығы неде? Вен диаграммасы арқылы салыстырыңыздар. Шынайы көшбасшының портретін жазыңыздар. Шынайы көшбасшыға тән қандай қасиеттер сіздің бойыңызда бар? Қай қасиеттерді дамыту қажет? Жоба күнделігіне бақылау нәтижелерін жазыңыздар. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақтан игерген жауапкершілік, адалдық қасиеттерін бойларыңызға сіңіріп, жүректеріңізге түйіп алыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.